Қазіргі әлемде экстремизм мен терроризм елдің ұлттық қауіпсіздігіне нақты қауіп төндіруде. Бұл ең қауіпті және өткір мәселелердің бірі. Терроризмнің ең көп таралған түрлері – саяси, ұлтшылдық және діни терроризм. Әлемде көптеген діндер, ілімдер мен діни идеялар бар. Адамның белгілі бір дінді таңдауы тұрғылықты жері, дәстүрі, ұлты және ата-анасының сенімі бойынша анықталады. Интернет желісі лаңкестердің жастарға жаппай ақпараттық әсер етуінің ең тиімді құралына айналды. Экстремистік ресурстар дезинформацияны, қорқытуды, қоғамдық сананы манипуляциялауды, ұғымдар мен фактілерді алмастыруды қамтитын психологиялық соғыс құралдарын кеңінен қолданады. Сонымен қатар, халықаралық лаңкестік ұйымдар дәстүрлі емес діни ағымдарды өздерінің миссионерлері арқылы да жан-жақты таратып, жұмыстарын жандандыра түсуде. Осындай құрылымдардың қызметіне қатысы болған көптеген жас қазақстандықтар осы ақпараттық экспансияның құрбанына айналды. Оған түспеудің бірден бір жолы білім. Жастардың қоғамдық өмірге белсенді қатысуына жәрдемдесу, мәдени және спорттық іс-шараларға қол жеткізу және олардың көшбасшылық дағдыларын дамыту. Мұның бәрі экстремистік ұйымдардың қатарын толықтыруға жол бермеуге көмектеседі. Жастарды тәрбиелеуде сыни, сындарлы ойлау дағдысын қалыптастыруды басты орынға қою қажет. Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз, ол кез келген тұлғаның болсын, жалпы адамзаттың болсын, бойында болуы керек өзіндік тұжырымдамасының айқын көрінісі. Өзіндік сана сезімі, ой пікірі бар адам, ол нағыз сыни тұрғыдан ойлай алатын адам. Жастар біздің қоғамның болашағы. Біз бірге бейбіт және толерантты қоғам құра аламыз. Экстремистік ұйымдардың қатарына қосылудың алдын алу және жарқын болашақ құру үшін бірге жұмыс істейік.